Иттерге қарсы ультрадыбыстық құрал Чистон 13 Anti-Dog Pro ыңғайлы және жеңіл. Портативті құрылғының салмағы аз. Жұмыс қашықтығы шамамен 5-15 метрді құрайды. Қоректендіру кернеуі 9 вольт 6LR61, 6LF 22 кронотипті алкалинді батарея. Өндіруші мәлімдеген техникалық сипаттамаларға сәйкес құралдың жұмыс температурасының диапазоны 0-ден плюс 40 градусқа дейін. Есіңізде болсын. Бұл жағдайда құрал 0 градустан төмен температурада, қысқа аяз кезінде және жазғы мерзімде температура плюс 40-тан жоғары болғанда әсері тиімді болмауы мүмкін. Бұл құрал үлкен қалалардағы және ауылдық жерлердегі гараждар, құрылыс алаңдары, жеке сектор көшелері сияқты қаңғыбас иттер көп жиналатын жерлерден өтуге мәжбүр болған қызмет көрсету саласының қызметкерлері, қызмет көрсетушілер мен коммуналдық қызметкерлер үшін пайдалы болады. Құрылғыны үнемі қосулы күйде ұстап жүрудің қажеті жоқ. Иттерге арналған құрылғылар тек итпен, немесе иттер тобымен кездескен кезде ғана қолданылады. Жануардың физиологиялық күйіне байланысты иттің, оған бағытталған иттерге қарсы құрылғыға реакциясы әртүрлі болуы мүмкін. Бірінші реакция. Ит тоқтайды. Бұл кезде қолыңыздағы құрылғыны қайта қосыңыз. Содан кейін ит сізді айналып өтуге тырысады немесе артқа бұрылып кетеді. Кез келген жағдайда құрылғыны дайын ұстаңыз. Қолыңыздағы сөмке, қолшатыр немесе басқа ұқсас заттарды қосымша қорғаныс үшін иттің алдында ұстаңыз. Егер ит сізге жақындау ниетімен айналаңызға жүгірсе, иттің бағыты бойынша құрылғыны қайтадан қосыңыз. Бұл кезде ит қашып кетеді. Иттің қашып бара жатқанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны кез келген жағдайда қолдануға дайын ұстаңыз. Қосымша қорғаныс ретінде қолыңыздағы заттарды қолдану туралы ұмытпаңыз. Екінші реакция. Ит сақ болады. Бұл оның құлақтары мен басының қозғалысынан көрінеді. Бірақ сонымен бірге ол сізге қарай бағыт ала қозғала береді. Құрылғыны иттің бағыты бойынша қысқа мерзімді қосуды қатарынан 2-3 рет қайталаңыз. Иттің реакциясы бірінші жағдайдағыдай болады, ол қашып кетеді. Иттің қашып бара жатқанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны кез келген жағдайда дайын ұстаңыз. Сонымен қатар қосымша қорғаныс үшін қолыңыздағы сөмке, қолшатыр немесе басқа ұқсас заттарды дайын ұстаңыз. Үшінші реакция. Құлақтарын жауып тұратын ұзын жүнді иттерге, естімейтін саңырау немесе кәсіби түрде үйретілген иттерге, немесе құтырумен ауыратын иттерге қарсы құрылғы тиімді болмауы мүмкін. Мұндай жағдайларда, егер құрылғы әсер етпесе, өз қозғалыс бағытыңызды өзгертіңіз, иттің жолынан кетіңіз, қолыңыздағы сөмке, қолшатыр немесе басқа ұқсас заттарды қосымша қорғаныс үшін иттің алдында ұстаңыз. Егер шегінуге мүмкіндік болмаса, кетуге уақыт болмаса, онда ол жерден ақырын шегініп, кез келген кедергіге арқаңызды басыңыз. Бұл сіздің арқаңызды қорғау үшін кез келген нәрсе, тірек, қабырға, бұталар, ағаштар болуы мүмкін. Қауіпсіз қашықтыққа шегініп жеткенше итті өз назарыңыздан тыс қалдырмаңыз. Егер мұндай ит сізге қарай шабуылдаса, онда өтіп бара жатқан адамдардың немесе иттің иесінің назарын өзіңізге қарай аударыңыз. Егер болса, дауыстап айқайлап көмекке шақырыңыз. Ешбір жағдайда итке өзіңізді құлатуына жол бермеңіз. Өзіңізді қолыңыздағы заттармен, сөмке, қолшатыр, таяқ және тағы басқалары, өз бетіңізді, мойын мен тамағыңызды қолдарыңызбен қорғаңыз. Бірінші. Ультрадыбыстық иттерге қарсы құралды тек ашық жерлерде, немесе жануар қашудың жолын таба алатын жерде пайдаланыңыз. Пәтерде орналасқан, ауладағы байлаулы тұрған немесе қоршауда, немесе питомникте жабылған иттерге қолданбаңыз. Жабық кеңістікте ультрадыбыстық соққы мұндай иттің адамға шабуылын тудыруы мүмкін, сондықтан құрылғыны пәтерде, есіктері жабық үй-жайда қолданбаңыз. Екінші. Құрылғы құлақтарын жауып тұратын ұзын жүнді иттерге, саңырау немесе кәсіби үйретілген иттерге, немесе құтырумен ауыратын иттерге қарсы тиімсіз болуы мүмкін. Құлақтары салбырап жабық тұрған иттерге ультрадыбыстың әсерін сезіну үшін көбірек уақыт қажет. Жануарлар сіздің жолыңыздан жеткілікті қашықтыққа қашып кетпегенше, иттерге қаратылған құрылғының батырмасын босатпаңыз. Иттерді назарыңыздан тыс қалдырмаңыз. Қолыңыздағы заттармен, сөмкемен, қолшатырмен немесе басқа ұқсас заттармен қосымша қорғанысты қамтамасыз етуді ұмытпаңыз. Үшінші. Итке қарсы құрал ойыншық емес. Есте сақтаңыз, ультрадыбыстық итке қарсы құрал бұл әзілмен еркелетуге арналған зат емес, иттерге қарсы қорғаныс. Сынамаңыз. Алдымен итті мазақ етіп, содан кейін итке қарсы құралды қосуға қатаң тыйым салынады. Бұл иттің шамадан тыс агрессиясын тудыруы мүмкін. Осындай ашулы итпен кездесу шабуылды тудырып өте нашар аяқталуы мүмкін. Төртінші. Құралды бей-жай кезіп жүрген немесе тыныш жатқан итке қарсы қолданбаңыз.
Сіздің бұл іс-әрекетіңіз иттің түсініксіз реакциясын тудырып, және ит шабуылын тудыруы мүмкін. 5. Құралға ылғалдың түсуіне жол бермеңіз, сонымен қатар зақымданбау үшін оның құлап кетуіне жол бермеңіз. Корпустың материалы пластиктен жасалған. 6. Қосылған кезде құрылғына адамдар мен үй жануарларының есту мүшелері мен көздеріне бағыттауға тыйым салынады. Бұл есту және көру қабілетіне зақым келтіруі және қысқа мерзімді бас ауруларын тудыруы мүмкін. Құралды қолданар алдында өндірушінің нұсқауларын мен ұсыныстарымен егжей-тегжейлі оқып танысып шығыңыз. Итке қарсы құралды күн сайын және пайдалану мүмкін алдында жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. Үйден шықпас бұрын итке қарсы құралда жұмыс істейтін хронотипті батареялары бар жоғын тексеріңіз. Қосу батырмасын басқан кезде жарық индикаторы қосылып ультрадыбыс шығады. Ультрадыбыс адамның есту қабілетіне естілмеуі мүмкін. Егер жарық индикаторының жарықтығы төмендесе, батареяларды ауыстыру керек. Батареясын уақытылы ауыстырыңыз. Көшеде итті кездестірген жағдайда жүгіріп қашпаңыз, тоқтаңыз және мүмкін болса, оның жолынан осы көшеден кетіңіз. Ешбір жағдайда иттен қашуға болмайды. Бұл иттің аңшылық инстинктін тудырып, шабуылды тудыруы мүмкін. Егер шегінуге мүмкіндік болмаса, кетуге уақыт болмаса, онда ол жерден ақырын шегініп, кез келген кедергіге арқаңызды басыңыз. Бұл сіздің арқаңызды қорғау үшін кез келген нәрсе болуы мүмкін: тірек, қабырға, бұталар, ағаштар. Егер сіздің қолыңызда сөмке, қолшатыр немесе басқа ұқсас заттар болса, қорғаныс үшін осы қолды алға қойып, айтылған заттарды алдыңызда ұстаңыз. Сабырлы бола отырып, сіз иттен қорықпайтыныңызды көрсету арқылы оны адастырасыз. Сізде қолданыстағы иттерге қарсы құралды пайдаланыңыз. Батырманы басу арқылы құралды қосып сәулендіргішін итке бағыттап, ол сіздің жолыңыздан бұрылып кетпегенше батырманы босатпаңыз. Итті өз назарыңыздан тыс қалдырмай, осы аймақтан баяу кетіңіз. Көшеде, ашық жерде үйсіз, қаңғыбас иттермен кездескен кезде алдымен жағдайды бағалаңыз. Егер иттер қасыңыздан 5-7 метр жүгіріп өтіп, сізге назар аудармаса, жылдамдықты азайтып, оларды назарыңыздан жіберіп алмай қозғалуды жалғастырыңыз. Бұл жағдайда иттер тобының назарын өзіңізге аударып алмау керек. Тоқтамаңыз, бұл оларға шабуыл жасау туралы сигнал болуы мүмкін. Егер иттер тобы 10 метрден аспайтын қашықтықта тікелей сізге қарай жүгіріп келе жатса, батырманы басу арқылы құралды қосып сәулендіргішін көшбасшысына қарай, ол алда жүреді. Бағыттап иттер тобы сіздің жолыңыздан бұрылып кетпегенше батырманы босатпаңыз. Иттер қашып кеткенше оларды назарыңыздан жіберіп алмай күтіңіз. Ешбір жағдайда үрейленбей, қорқыныш көрсетпеңіз, жүгірмеңіз. Өзіңізді қорғау үшін биік жерге, егер болса, көтеріліп тұруыңызға болады. Жануарлар сізді қоршап алмас үшін арқаңызды қабырғаға басып тұрыңыз. Егер сіздің қолыңызда сөмке, қолшатыр немесе басқа соған ұқсас заттар болса, онда өзіңіздің қорғансығыз үшін қолыңызда ұстап тұрған заттарды иттердің алдында ұстаңыз. Сізде қолданыстағы иттерге қарсы құралды дайын күйде ұстап, қажет болған кезде құралды иттерге қаратып іске қайта қосыңыз. Иттерді өз назарыңыздан жоғалтпай, осы аймақтан баяу кетіңіз. Егер ит қоршалған жерде босатылып жүрсе, және егер сіз осы аумақтың ішінде болсаңыз, ал ит сізге қарай жүгіретін болса, батырманы басу арқылы итке қарсы құралды қосып, оны итке бағыттаңыз. Ешбір жағдайда үрейленбеңіз немесе қорқыныш көрсетпеңіз, жүгірмеңіз. Егер сіздің қолыңызда сөмке, қолшатыр немесе басқа соған ұқсас заттар болса, онда өзіңіздің қорғансығыз үшін қолыңызда ұстап тұрған заттарды иттердің алдында ұстаңыз. Құралды қолданыңыз. Батырманы басу арқылы құралды қосып сәулендіргішін итке бағыттап, ол сіздің алдыңыздан қашып кетпегенше батырманы босатпаңыз. Итке қарсы құрал қосылып, итке қарай бағытталған кезде, ит сіз үшін қауіпсіз қашықтықта тұрып қалу керек. Бұл кезде сіз осы аймақтан еркін шығып кете алатын боласыз. Итті өз назарыңыздан жоғалтпай, иттің үргеніне назар аудармай, итке қарсы құралды дайын күйде ұстап, аймақтан баяу шығыңыз. Егер агрессивті ит сізге шабуылдаса, онда өтіп бара жатқан адамдардың немесе иттің иесінің, егер болса, назарын өзіңізге қарай аударуға барлық қажетті шараларды қолданыңыз, дауыстап айқайлап көмекке шақырыңыз. Итке орын, жат, тұр, фу сияқты командаларды қатты сенімді дауыспен беріңіз. Ешбір жағдайда үрейленбей, қорқыныш көрсетпеңіз, жүгірмеңіз, иттерге арқаңызды көрсетпеңіз. Егер сізге ит шабуыл жасаған болса, уақытты жоғалтпай, уақытты ұтып қауіпті жерден кету үшін қолыңыздағы кез келген нәрсені оған қарай лақтырыңыз. Мүмкіндігінше қорғану мақсатында немесе итке қарай лақтыру үшін жерден тас, таяқ немесе басқа да заттарды алуға болады. Ешбір жағдайда итке өзіңізді құлатуына жол бермеңіз. Өзіңізді қолыңыздағы заттармен, сөмке, қолшатыр, таяқ тағы басқалармен қорғаңыз. Өз бетіңізді, мойныңызды және тамағыңызды қолдарыңызбен қорғаңыз. Өзіңізді қорғау үшін биік жерге, егер болса, көтеріліп тұрыңыз. Иттер сізді қоршап алмас үшін немесе артқы жақтан шабуылдамас үшін арқаңызды қабырғаға басып тұрыңыз. Айналаңызға қарап, шегінудің қауіпсіз жолын таңдаңыз.
Егер жақын жерде жасырынатын баспана болса, итті назардан тыс қалдырмай оған баяу артқа қарай шегініңіз. Ит шабуылдаған кезде иттің шабуылын қол астыңыздағы бар затпен, таяқпен, сөмкеңізбен, таспен ұрып немесе аяғымен, қолымен қарсы алуға немесе шабуыл бағытынан ауытқуға тырысыңыз. Қолыңызбен тамағыңызды және бетіңізді жауып, құлап кетпес үшін арқаңызды қабырғаға, дуалға сүйеп, итті қол астыңыздағы заттармен ұрыңыз.